Бізде басшылық қайта шақырудан ұялады. Айголсыз жібермей ма? Қоштасқан кезде әдемі қоштасу керек қой негізі ше. Ана өзі әбден зорлық зомбылық көрген ғой. Яна жүрегіне қақып кеткенде андай зорлағысы келіп тұрады мамандарды ше. Ұрсатындарды жұмыстан шығара салу керек. Тек келіспей екеуміз ерегесіп кетсек қой басына. Демек маман айтқанды істемейді. Қате басшыда. Немесе мына подкастты просто мен тексеру үшін шақырған сияқтысың. Кезекті подкаст. Ассалаумағалейкум. Біз бұл подкастта жалпы Тимегенмен кәсіпкерлерге қатысты подкаст түсіріп жатырмыз. Басқарудағы бір кішкене бір қателіктер немесе адамда мифтар, сондай бір өзінің миында таракандармен кейде дұрыс басқара алмай жатамыз. Оның зардабын ең алғашқысы өзі, отбасы, қол астындағы мамандар көреді. Осы мәселеде бір қысқаша бір подкаст жасасақ деген ниет бар. Тимеге, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы мынандай ғой, кәсіпкерлерді мен байқайтын мынандай бір кезеңдер болады да. Алғашқы кезең демократия болады. Демократия кейде басқарады да, бәрін дейді. Одан кейін диктатуралық кезең өтеді. Агрессивті басқарады. Одан уже оны қате екенін түсінеді да, одан кейін диктатуралыққа қайта, демократияға қайттан келеді. Кейбір кісілер бар, андай агрессиямен басқарады. Кейбір жерде матриархат мысалы бір жүрмейді ғой бұл кәсіпте. Патриархаттықты қолданатын кісілер бар. Не айтасыз? Дұрыс па, бұрыс па? Бұл жерде енді дұрыс емес деп алу қиын шығар. Осындай мысалы ненің дұрыс емес екенін мен өзім білсем, баяғыда миллиардер болып, вертолеттің ішінде бұл өмірде ақша маңызды емес деп ауыз айтып отырушы едім десең бе? Жоқ, ол ризық қой. Бұл жерде Гай Кавасакидің сөзі бар, кәсіпте дұрыс емес деген нәрсе жоқ, кәсіпте работает, не работает деген нәрсе бар дейді. Яғни жұмыс жасай ма, жасамай ма деген сияқты. Бірақ ғалымдарымыз, яғни жұмыс жасаса күшті. Ғалымдарымыздың айтуынша енді сол кәсіпті зерттейтін немесе лидерствоны, менеджмент мәселесінде команданың үш түрі болады дейді, немесе басқарудың үш түрі. Біріншісі ол жаңағы радикалды жолмен, сіз айтқандай, оның үлкен плюсы мақсатыңа өте тез жетесің. Енді бірдеңке болса басын шабасың, жұмыстан шығара саласың, болмаса ауыстыра саласың деген сияқты. Екіншісі отбасы сияқты дейді. Оның плюсы ұзаққа шабасың, минусы өсіп деп жүресің, в общем, каждыйның бір қырсықтығын көтеріп, еркелігін көтеріп деген сияқты. Бірақ осы жерде үшінші нәрсе бар дейді, ол спорттық команда сияқты дейді, яғни спортсмендер сияқты басқару дейді. Ол в то же время кей кезде семья сияқтысың, в то же время тапить ететін кезде тапить етесің деп айтады. Енді кімнің екені қазір есімден шығып тұр, кімнің сөзі бар. Басшы жерде жанып тұрған костер сияқты дейді, от сияқты болу керек дейді. Командасы оның қасына келіп жылыну керек, бірақ қатты жақындаса күйіп кететінін де түсіну керек дейді. Қатты жақындасаң сен қолын күйдіріп аласың, бірақ жылыну үшін соның қасына жүресің деген сияқты. Енді менің түсінігімде ортасы ғой, кейбір сәттер болады, бұл ситуацияға байланысты тек былай ғана басқар деп айту қиын шығар, бірақ кейбір сәттер болады, кішкене радикалды қимылдауға тура келеді бір уақыттарда деген сияқты да. Бір кризистік жағдай болуы мүмкін деген сияқты да, немесе білмеймін, сен кейбір кісінің бір көңіліне қараймын деп компанияң құрдымға кетіп қалуы мүмкін деген сияқты моменттер болуы мүмкін. Кейбір тұстар болады, бір периодтар, ол кезде кішкене семья сияқты, отбасы сияқты немесе бір спортсмендер деген сияқты да. Сондықтан енді бізде команданың кейбір ғалымдарымыз 5 деңгейін бөледі, команданың өсу деңгейі ше, кейбіреу 6-ға бөледі. Соның ішінде осы периодтар қамтылады негізі. Бірінші период бар, ол жасанды команда деп береді. Ол бәріміздің маска киіп жүретін кезіміз, сіз, біз, мырза, ха-ха-ху, са-ха-ху деп. Ол кезде решать ететін нәрсе, біріктіретін нәрсе, ол ары кетсе тимбилдинг. Яғни тимбилдингте барасың, бәрі күшті, бір семья сияқты. Екінші деңгей бар, ол жасанды жалған команда деп шығады. Ол масканың шешілетін кезі. Яғни бұл жерде былайынан X, Y актісі ордината дейміз, соған береді. Мына жақта команданың потенциалының өсуі, мына жақта уақыт. Сонымен біріншісі жалған команда маска киетін кез, екіншісі керісінше төмен түседі. Ол кезде маска шешіледі. Оказывается, біреудің обидасы бар екен, біреу ішінде сақтап жүр екен, изначально біреуді ұнатпайды екен. Сол кезде кейбір шығатындар шығады, маска шешілетіндер шешіледі. Бірақ қызығы содан кейін парадоксальды нәрсе, қалған адамдардың арасында уже қарым-қатынас өсе бастайды.
ана бір мектеп кезінен ұлдарда көп болатын, біреумен төбелесіп қаласың, соңында бір дос болып кетесің ғой әйтеуір төбелескеннен кейін ғанашы. Сол сияқты екінші категория бар, ол кезде конфликтология решать етеді, яғни конфликттен қашпау. Ана 5 пороков команда деген бар ғой, сол жақта да ең үлкен пороктардың бірі ол конфликттен қашу, яғни біреу ішінде сақтап қалады, біреу айтпайды, жасырып жүреді, ал ол болса ұлғая береді деген сияқты момент бар да. Үшінші период, атын ұмытып қалдым, мынау жалған команда, потенциалды команда деген бар. Ол кезде решать ететін нәрсе ол сұхбаттасу, мәміле құру, қал-жағдайларын білу, индивидуальный подход деген сияқты. Және соңғысы енді Dream Team, ол жаңа делегировать ететін команда. Сен жарты сөзден түсініп кете береді, тапсырма берсең артығымен орындап келеді деген сияқты моменттер бар да. Сондықтан мынау дұрыс емес деп айта алмаймын, бірақ енді ортасы шығар. Кейбір кезде қаттылау сәттер болуы мүмкін, кейбір кезде жұмсақтау деген сияқты. Сол баланс ұстай алу. Келісем? Ол келіспей екеуміз ерегесіп кетсек қой басында. Диспут болып кетсе ма? Жаңағыдай ғой, кәсіпкерлерде просто жаңағыдай бір қызық моменттерді байқайсың да өзі. Өзімізді кәсіптеміз ғой. Анау, маған андай көрінеді. Бұрын жұмыс жасап, одан кейін кәсіпкер болған кісілерде кішкене қауіп бар да, мамандарға қатысты. Ана өзі әбден зорлық-зомбылық көрген ғой. Ана жүрегінде қап кеткенде андай зорлағысы келіп тұрады мамандарды ше. Мен өзім олай жұмыс жасап көрмегенмін, андай басшылықпен, келісім шартпен ғана жұмыс жасағанбыз ғой. Бірақ андай біреудің қолында айлыққа жұмыс жасап, шайма жасап, кейін шығып кеттік қой. Ол неше жылдар бұрын. Осындай нәрсені, осы периодты мен ойлаймын бәрі өтеді. 100%. Ондай бір секіріп өтіп кете алмайсың да бұл периодтан. 100%. Бірақ адам түсіну керек өзі сол периодта екенін. Сезіну керек. Анау бір дұрыс емес та, іштегі бір ыза кек па, или болмаса бір анау әбден зұлымдық көрген деп айтайықшы. Соны шығарғысы келеді да. Басқа да жолдармен шығаруға болады. Мысалға, менің әкем алқаш болды, мен де алқаш боламын деген нәрсе емес қой. Керісінше антивариантын жасау да. Бірақ сезіну, түсіну керек. Ол сол сәтте ана жақтан бандай бір психологтардың тілімен айтатын болсақ, травмалардың әсерінен жасап жатқандығын. Сөйтіп басқаларына қан шашып жүрме өзі? Иә. Бірақ ол өзін ақтап алады, ана компанияны өсіру үшін деп айтады. Анау мен қазір көріп отырған кісілердің арасында да болып қалуы мүмкін, бір жаңадан бастаған кісілер болатын болса, оның көрінісі мынада ғой, ана сен неғып 9-да келмейсің, неғып 6-дан ерте кетіп қаласың, андай тіпті маманның андай несіне дейін араласуға тырысады, көріністері жеке өміріне дейін араласып, андай бір тұншықтырып, контрольда ұстап, неге анау мен келген кезде ана кісі неге маған сәлем бермейді, неге мынандай деген сияқты да. Енді ана форма деген мәселелер мен ойлаймын, ол бір уақыт өте келеді. Бірақ көріністер мен осылай байқаймын. Айқайлап береді, ұрсады, агрессиясын шығарады, дауыс көтереді. Ол қараған кезде бәрі тік тұру керек деген сияқты бір андай бір военный өмірді бір не қылады, бір уағыздайтын сияқты көрінеді маған. Но бірақ егер осылай болып жатса, тезірек өткізіп жіберу керек сияқты. Иә. Максималды бір ай ғой. Қысым көрсетілген кезде команда сапалырақ емес, жылдамырақ қана жұмыс жасайды ғой негізі. Дәл деген нәрсе. Қысым тезірек жұмыс жасауына, тезірек бір бітіріп беруіне көмектесуі мүмкін. Сапалы немесе ол команданың өсуіне әсер етуі мүмкін бе? Вопрос. Бірақ қызығы қайтадан кейбіреу бар, ұрыспасаң, ана бір ретте бұрын ғой енді бала кезде Сарыағаш медресесіне барамыз. Сөйтіп жаздың кезінде түсіп қалдық. Сөйтіп лагерьда ана кішкентай балалар жүгірді, ана бізде қазақ-кеңдер анда ғой медресеге бір бұзық балалардың жүреді ғой, бір өзі тәрбиелемей қалса, бұлар тәрбиелеп берсін деген сияқты. Адам болсын деп жүреді болса. Сөйтсем ана кейбір әмірлер қойып қойған, олар да біз сияқты сырттан келген, сөйтіп кішкентайлардың желкесінен ұрып жүрді, тарс деп ше, тіл алмаса ше. Сосын келе сап бірінші күні андай тұрғаннан кейін ұстазға барамын да, ұстаз ол қалай болады екен деп өзінше болып тұрмын ғой енді, ұрған қалай болады екен сөйтсем, періште түскен кезде Жәбірел періште ғой, қателеспесем пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды 3 рет қысқаннан кейін ғана оқыды ғой дейді. Сөйтіп бір аптадан кейін өзің ұрып жүрсің ғой, пытырлатып бәрін андай басында бір андай болып көрінеді, бірақ қызығы кейбір адамдар енді сөйтіп бір ұрыспасаң да істемейтіндері бар енді қызық ше, подход әртүрлі ғой. Біреулерге жарты сөздің өзі түсінікті, біреуге айқайламасаң түсінбейді деген сияқты. Бірақ жаңа сіз айтқандай ондай периодтан өте ма? Александр Фридман Вилли Хаус деген еңбегінде компания хаоста болуы нормальны ма деп сұраған кезде ол хаоста болуы міндетті деп айтады, басқа вариант жоқ дейді. Бірақ сол сіз айтқандай сен қай периодта екенін анықтай алу керексің, және де содан тезірек өтіп кету деген әрекетін қолданған дұрыс шығар. Келісім.
Бағанағы мәселеден енді шығу кезеңі қалай шығуға болады? Или қалай дұрыс ауысу керек? Қалай ойлайсың? Оны білмейді екенмін. Так, жаңағыдай радикалды неден өту ма? Енді біріншісі тәубе ету ғой. Иә. Менің түсінігімде андай, ол маркетингте де бар ғой, адамның миында диссонанс болмау керек қой. Диссонанс деген, мысалы, мен Түркияға барған кезде орамалды қыздардың темекі шегіп тұрғанын көрген кезде, немесе пәранжасын көтеріп шегіп тұрғанда миың келмейді ғой енді, ол біз үшін ислам деген құнды болғаннан кейін, бірақ олар үшін ұлттық киім сияқты ғана болуы мүмкін деген сияқты моменттер бар ғой. И сондай диссонанстар адамның парыз деп білмейді, оны діни көзқараспен тағып жатқан жоқ ол киімде. Иә, ал диссонанс болғаннан кейін және де компанияның басшыларында да жаңа сіз айтқандай диссонанс өте көп болады да. Жақында бір рилс шықты да, сен өзіңнің шефіңнің қашан шеф режимін қосып жіберетінін білмейсің дейді. Сен аха деп күліп тұрады да, қабағын түйеді, тез жұмыс жасаңдар деп жүреді да. И бәрі жұмысқа кетіп қалды. Сол сияқты бұл жерде сол диссонанс нетпеу шығар, создавать етпеу шығар адамдарға. Яғни олар түсіну керек, что қандай бір ситуацияларда оның қатты ашуын тудыратынын. Бізде енді бұрын бір компанияларда қателіктеріміздің бірі сол екеуін біріктіруге тырысты. Яғни там в то же время семья сияқтысың, бірақ бір күні ондай бір грань жоқ дейміз ба, қалай енді мына жақта бір қатты болып кетуі мүмкін. Ортасы болса түсінесің ғой, так мынандай уақытта бұндай нәрселер біраз жұмыс істеп жүргеннен кейін басшыңа немесе өзіңнің бір қасындағы партнерға нелер уже әсер ететінін түсіну керек қой адам, қандай ашуын тигізеді, и сен оны істемеуге тырысу керексің. Бірақ бірде былай болса тоже қиын. Енді өтудің жолдарының бірі меніңше сол анықтап алу шығар. Жаңа айтып келіп жатыр да ойыма ше. Яғни не оның ашуын тудыратынын түсіну керек, түсіндіру керек. Сюрприз бола бермеу керек та, адамды өзі оқып жүрмеу керек та, бүгін бұл қандай настроенияда екен деген сияқты, бұл жерде не істеуім керек деп. Не қай кезде ол разы болатындығын түсіндіру керек. Жаңа сіз айтқандай кейбіреуі нәтиже болса болды деген сияқты, ол да әдемі да. Мысалы сен 6-дан 9-ға отыру шарт емес, бірақ жаным үйіңе барсаң бара ғой, бірақ маған айдың соңында нәтижесін берсең болады. Ол түсінеді, опа, получается, мен бұл күнде бүйтіп 9-да келіп жұмыс жасамай қойғаныма қарағанда, оданша мен түсінгенім бұл кісі нәтижеге қарай фокус қояды екен. Деген сияқты, сондықтан енді өту жолдарының бір конфликт болуы мүмкін. Конструктивті конфликт. Конфликт деген бұл жерден де сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деп бір эгоның әңгімесін қолай беру емес. Екіншісі бір ашып, айқындап алу шығар. Қызметкерге не ұнайды, не ұнамайды, мына жаққа да не ұнайды, не ұнамайды. Соны бір жазып алу, бекітіп алу, прописать етіп алу деген сияқты да. Ондай кезде айтатын, біріншіден өзіңе приоритет қой деймін да. Қай кезде басшы ретінде маманға ұрыса аласың. Қандай кезде ұрысуға болмайды, енді адами шекаралар ол анық. Сосын қандай кезде жұмыстан шығарасың, сол нәрсені сен андай бір Иә. қойып қою керек. Бірінші өзің үшін өзің, оған өзің амал ету керексің да. Көңіл күйің жақсы болып тұрған кезде ұрсатын нәрсеге жұмыстан шығарып жіберу, көңіл күй жаман болып тұрған кезде ұрсатын нәрсенің өзіне сөгіс жариялау керек, бірақ жұмыстан шығарып жібере салу деген сияқты. Сіз бағана айттыңыз ғой, ұрыспасаң істемейтін мамандар болады дедіңіз ғой. Менің көзқарасымда жұмыстан шығарып салу керек. Енді ондайлар да бар, иә. Ондай. Кейбіреу ұрысқаннан кайф алады, бағана олар әдейі соларды ұстап отыруы мүмкін дейсің ба? Ұрысатындарды жұмыстан шығарып салу керек. И өз ұрысуды жақсы көретін мен ұрысындайды жақсы көретіндер өз тауысып болады. Андай айналып жүріп ше. Просто менің түсінігімде жалпы компанияда кімдер жұмыс істейді? Пайда бере алатын компания, пайда бере алатын маман. Шарт осы. Бір жақта ресурс таусыла ма, или ресурсы жеткіліксіз ба, келісімшарт бұзылады. Ол айелің емес қой, сен мен жарты жолда тастап кетті деп ренжиді. Иә. Ол маман ғой, ол приоритет бойынша оның отбасы бар, бала шағасы бар, өзі бар, ағайын туыс, одан кейін барып компания деген мәселе ғой. Егер приоритетке алып санайтын болсақ та. Бағанағы мәселе. Бұның бәрі неден келіп шығып отыр? Ол айқайлайды. Демек, маман айтқан істемейді. Дұрыс па? То есть істейді. Басшының қалауында істемейді. Демек, қате басшы да. Өйткені ол істемейді емес, басшы істете алмай жатыр деген дұрыс шығар. Или былай алайық. Бұған да келсем бұл нұсқаға. Или дұрыс істей алатын адамды жұмысқа ала алмады. Иә. Енді осы жерде сұрақ сізге, қалай таңдаймыз біз? Жұмысшыны алып отқанда, жұмысқа алып отқан кезде қалай таңдаймыз? Несінен қарап алу керек?
енді бұл қатты андайша Қысқаша. иә мен үшін бұл қайтадан работает не работает мәселесіне кірем. Бағана әр адам индивидуал. Сара ханымға да айтып жатырмын да, сондай осы мысалы бұрын Ескендір Бестай ұстазымыз айтатын, андай сондай бір танысым бар, жұмысқа руына қарап алады дейді да. И бірақ миллиардный компания дейді. И бүйтіп ойлансаң былай абсурд сияқты, руға қарап алған несі деген сияқты, бірақ мен білемін ол компанияны. бірақ бір жақсы жүріп жатыр ма белгілі бір дәрежеде бәлкім иә деген сияқты, онда өзіне бір қанағаттандырарлықтай. Кейбіреуі бар, мысалы мен кей кезде құндылығына қарап алатыным бар. Бір жұмысқа алған кезде бір ретте бір кісі келген, бір қыз, Inditex деген компания бар, Zara, Massimo Dutti, Zara Home бәрі кіріп кетеді, Bershka, Pull&Bear. Сол компанияны басқарған кісі келіп тұр, анау енді четкий екен көрініп тұр, нәтиженің адамы, бірақ кейбір бір құндылықтары келмеді, және де ол мен біздің командамен сыйыса алмайтынын да түсіндім да. Сөйтіп бір андай бір қазір бір түрлі бір радикальный жолмен сен үйтіп неге құқың жоқ қой деуі мүмкін, бірақ кейбір кезде құндылыққа қарап алатын бар. Кейбір кісілерден сұрағанда мен нәтижесін сұраймын дейді. Кеше ұстазбен сөйлесіп жатсақ, сіз неге қарайсыз, фейлдарына да қараймын дейді. Мысалы, яғни ол өзінің қадалғанын айта ала ма, және де сол қадалғаннан қандай қателік түсінгенін де қараймын дейді. Мысалы, бұған дейін қай жерде істедім десе, мен осындай жерде істедім, бірақ бұл жерде мынандай қателік жібергенмін, қазір соны қайталамау үшін мен Excel жүргізіп жүрмін деп сондайына да қарап алатыным бар дейді. Кейбір кісілер бар, ситуативный не береді. Андай бір оқиғашы, мысалы маған там ассистент керек болса, менде жиі болатын бір проблема айтуым мүмкін, сенде осындай болып қалса, не істейсің сол кезде? Мен телефонды алмай жатырмын деп бір ситуативный проблемаларға оның шешіміне қарап алатындар бар деген сияқты ғой. Сондықтан андай индивидуально деп ойлаймын, бірақ менеджментқа салған кезде арнайы бір нелер бар, техникалар бар ғой, яғни маған бірінші қандай маман керектігін жазып алу, ол қандай проблеманы шеше алу керек. Яғни бізде андай ғой, мынаны алып бұған жұмыс тауып беру емес, бірінші мынандай жұмыс бар, бұны кім шеше алады, немесе қандай маман керек маған бұны шешу үшін деп ойлану сияқты бір техникалар бар ғой, менеджмент, HR менеджментта ше. Сондықтан индивидуально деп ойлаймын, бірақ жаңа сіз айтқандай енді кәсіпкер дегеніміз жалпы дұрыс маманды дұрыс орынға қоя алу ғой. Сондықтан сол бірінші қандай позицияға қандай адам керек, қандай қабілеттер керек, қандай навыктар керек, және ол менің компанияма не әкеле алады, мен оған не бере аламын деген бір сұрақтар қойып барып алса енді бір ең оңай жол шығар деп ойлаймын. Иә. Бізде андай ғой, маманды алып отқан кезде бағалау деген нәрсе болады ғой. Алу, алмау ол бағалаудың нәтижесі ғой. Жұмысқа алды, ол да бір бағалау, жұмысқа алмады, ол да бір бағалау ғой. Осы жерде андай нәрсемен алатын кісілерді байқаймын мен. Бар. Жақсы тіл табыса алды ма, жоқ па? Ұнауы бар ғой. Сондай форматпен алатын кісілерді де бар да. Сәл подлизывать етсең кіріп кете бересің ба жұмысқа? Жақсы подлизывать етіп оң қол болып десең ба? Бұл біріншісі. Одан кейін екінші формат бар. Қалай түсіндіруге болады? Жақсы адам болған үшін ғана алады оны. То есть бір танысы бар, жұмыссыз қалып кетті, бізге жұмысқа келдік та. Не істеймін десем, бір тауып береміз ғой бір жұмыс. Ең қорқынышты нұсқа ғой, андай жұмыс тауып беремін деу, андай жоқ жұмысқа адамды шақыру. Одан кейін біраз андай бізде осындай бір мәселе байқаймын, бір маман бар, жақсы маман, бағана айтпақтай. Жақсы маман жұмысқа алып алады да. Бірақ оның потенциалы мен біздің компаниядағы вопростар екеуі бір-біріне параллельно ма жоқ па, ол да бір қызық емес та. Жұмысқа алына береді, шақырына береді. Мен өзім мысалға қоятын сұрақтардың ішінде Бегар саға қоятын оламын, сол сұрақ. Бұл жерде андай ғой. Мен өзім маманды тексеретін кезде негізгі андай ең соңында бір-екі қоятын сұрақтарымыз бар. Сосын бір қызық ретінде мына сұрақты қоямын ба, өтірік айтасың ба деген, одан кейін өтіріксің ба, әділетсің ба деген сұрақтар. Бұл жерде мен нені шығарамын? Бұл сұрақтарға дұрыс жауап берген адам мен жаман жақсы деп бағаламаймын, оның миындағы таракан бар ма жоқ па, сол анықталады. Яғни ситуацияға рационалды қарай алуда, мысалға қатесін мойындай алады ертең оны. Мысалы сен кішкене ұрысқан кезде, жаза берген кезінде, или болмаса андай бір оған дүние, бір сыйлық берілген кезінде ол дұрыс қабылдай алады да. Осы үш сұраққа егер менің көңілдегідей жауап бере алса, ол жұмысқа кіреді соңында. Егер менің көңілдегідей жауап бере алмайтын болса, ол кезде мәссәләм. Сұрақ. Сосын осы жерде мен мынандай бір қателікті байқаймын.
сұхбаттан өткен жұмысшылар бар, жұмысқа алынбаған. Бізде база жинай алмайды сондай. Мамандай басшылық тарапынан қайтадан тағы маман іздеу, қайтадан тағы не қылу деген сияқты да. Жұмыстан шығып кетіп, қайта жұмысқа келген адамды жұмысқа алу керек пе, керек емес пе? Қайтадан деңгейіне қарай шығар енді. Яғни ол өсіп келсе, Қай жағдайда сіз аласыз? өсіп келсе. Өсіп келсе. Иә, ондай не болған бізде ситуация. Кетті, енді өйткені келмеді, бірақ одан кейін басқа жерде мынанша істеген, анау кәдімгіше піскен да. Оған дейін ол бізде біраз жыл жүрген, зона комфортаға кіріп алған, старичок деген аты бар, 10-12 жыл жүрген деген сияқты. Ол бір одан да мықтылар келсе де, оны бәрібір аға ретінде сыйлайды, ол досы немесе басшының сыныптасы деген сияқты мысал айтып жатырмын да. Бірақ сөйтіп шығып, бірнеше неткеннен кейін қайтадан келген кезде басқа уровень, бір бала болған, тоже шығып кетті де кәсіппен айналысты. 2 жылдай ма. Сөйтіп келді, қайтадан піскен ғой, ол кәдімгіше, яғни біздің кейбір айтып жатқан нәрсені ол кәсіптің ішіне кіріп көрген соң ол түсініп тұрды андай. Бұл ситуацияда ол кәсіппен айналыспаған болса, қазір шешім қабылдау керек болса, ол максимализм салуы мүмкін, неге олай бүйткен дұрыс қой деген сияқты. Сондықтан енді мен алушы едім, қайтадан оны тексересің, сұрақтар арқылы немесе бір оқиғаларын, құжаттарын көруі мүмкінсің, отчет жүргізді ма, ол жақта қанша оборот жасады, қанша табыс, қалай басқарды, қандай қателіктер деген сияқты. Және де өсіп келсе, пісіп келсе, және де кеткен кезде бір ұрлық, бір түрлі бір конфликттармен кетпеген болса, яғни мен оны просто уже шаршаған, бұл жақта зона комфортынан шығару керектігін түсініп барып шығарған болса, мен алушы едім деп ойлаймын. Компанияға пайдасын тигізетін болса ше. Өзіңіз шақырасыз ба, әлде қалай болады? Бұл жерде де вопрос андай. Қысқасы осы жерде енді өзін шақыра алу үшін деген сияқты моментте бізде ескеретін нәрсе, қоштасқан кезде әдемі қоштасу керек қой негізі ше. Ол қандай косяк жасаса да, жасамаса да, енді менің түсінігімде. Себебі біріншіден, сен шақыруың мүмкін, либо ол келуі мүмкін деген сияқты момент бар. Екінші момент, сенің компанияң жайлы сөйлейтін және де сөзі өтетін адамдар негізі сол шыққандар. Яғни сен бір жаман қоштасып кетсең, саған бәрібір болуы мүмкін, бірақ бір компанияңа, мен ол жақта істегем деп ол бір сыбыс таралуы мүмкін деген сияқты ғой. Ол өйткені адам бұрын істеп кеткен жерден сұрайды, мен андай компанияға баратыр едім, мысалы жаңа құран қызметте. Сен бұрын істеп едің ғой, құран қызметте. Қандай дегенде, сол жақта бір андай бір өтірік бір жасанды біздің бірдеңкемізді айтсын деген мағынада емес, бірақ осындай болған, мынандай болған, конфликт болған, бірақ адамгершілігі бәрібір бірінші орында тұратын басшысы бар, сондай компания десе, ол бәрібір жақсы да. Сондықтан менің түсінігімде қоштасқан кезде жақсы болып, күшті болып қоштасқан дұрыс деп ойлаймын. Енді ситуацияға да байланысты әрине, енді ұрлық жасап кетіп көзіңді бақырайтып отырсаң доллармен бауырым тағы деп бермесің, ондай мағынада емес. Сондай кезде мен ойлаймын, керек болса сен шақыруыңа да болады, ұялмай. Сен жайлы да жақсы айтып жүр, сен де ол жайлы жақсы ойдасың. Керек болса ол да шыға алады. Аға, мен осында өстім, тағы бір тексеріп көрейік деген сияқты деп ойлаймын енді. Бізде басшылық қайта шақырудан не қылады? Әйгосыз жібермей ма? Қайта шақыру өте бір ауыр нәрсе негізі. Андай бір жұмыс жандай ба, басын тасқа тиіп, андай форматта келіп, кешірім сұрап, чалынып, тәубе еттім, мені қабылдаңызшы деген сияқты. Енді бұл жұмыс қой. Қайтадан алмасаң да, мен кейбір қызметкерлер болған, ол кәдімгі аптасына 2-3 күн келіп, мен айтамын да, пожалуйста, мыналарды үйретіп бер деп, типа, немесе көмектесіп жібер деп. Сол қарым-қатынастан әсер етеді да. Шақыратын кезде просто звондап шақыра салу негізі норма, егер дұрыс келісім шарт жасайтын болса. Сіздің ойыңыз қандай? Норм ба? Шақыру? Норм или ред флаг дей ма, не дейді десек ба? Стрём дей ма? Мен үшін ол кәсіпкердің кәсіпкер болғанның көрінісі ғой. Ол жаңа эмоциясымен ішкі приоритеттерін қойып, нақты результат үшін жұмыс жасай алады. Осы жерде бірдеңе айта салайыншы. Жаңағы кәсіпкер деп айтып жатсыз ғой. Яғни мен байқаған өзім кәсіпкер деп айтам, бірақ по факту кәсіпкер емеспін. Командный игрокпын деп айтқан дұрыс шығар. Сол үшін біздің кәсіп істеген кезде көбінесе партнерлармен істеуге тырысамын, өйткені жалғыз тәшт ете алмайтынын білемін деген сияқты да. Жаңағы бізде жақында мынандай бір мәселе болды. Мен кәсіпкерлік жилканы мен сізден байқадым, біздің Айдар бауырымыздан байқадым, Абылханнан байқадым. Жаңағы қателікті айтайын дегенім ғой.
мен қазір өзімше бүйтіп шақырушы едім деп әңгімені жіберіп отырмын, бірақ тура осы қателікті жақында өзім айта аладым. Бір кісі бізге ақша құямыз деді, инвестор боламыз деді. Сөйтіп бүйтіп құймады. Сөйтіп біз ақыры өзіміз бүйтіп теңгенің басын құрастырып өзіміз жүргіздік. Уже біздің цифрларды көре бастаған соң құям деп келе бастады. Мен сол кезде айттым да, ол изначально келмегеннен кейін андай картинаны былай көріп тұрғаннан кейін маған керек емес ондай деп ше. Сол жерде Абылхан айтып жатыр да, тәке кәсіпкер олай ойланбайды ғой дейді. Андай сен қазір таза неңе беріліп жатсың дейді, сен в долгую ойлансай деп шанда, сен қазір ұзақ мерзімге ойлансаң, бізге бір жақта бұны алып, ары қарай айналдырып, жаңағы өзінің несін беріп, пайызын беріп, өйткені мысалы машина болса енді ақша ресурс деген ол топливо сияқты, онда бензин сияқты ғой, сен күшті машинада отырсың, бірақ ішінде жанармай болмаса, сенің ол командаң ары қарай шабу үшін немесе бір қазір жаңағы маркетинг жағын алмасаң қиындау ғой. Сол сияқты айтайын дегенім жаңағы сіз айтқандай қазір өзім айтып отырмын, бірақ менде де сәттер болған, осы жақында ғана болды. Анда қысқа мерзімді ғана ойланып отырмын, эмоцияға беріліп, бір эгомның несімен ше, жоқ деп ше. Әйтпесе ондай менде де болған. Осы ноябрьда ма, декабрь айында ма бір компанияны Қазақстанға кіргізетін болдық. 50% партнерствомен кірдім. Сосын келісім шарттары ұнамады. Енді ол жерде кәдімгі келісім шарттары маған мүлдем қолайсыз еді. Окупаемыз 2 жыл, еще 2 жыл 50% алып отырамын да. Мен айттым, мен ожидайын, сол 1 жыл деп отырмын, мен 1 жылда жабы алатынымызға түсініп тұрмын. Бірақ окупаемыз болады 1 жылда, когда мен 80% алған кезімде. Мен өзімнің до окупаемыз, мен өзімнің 80% таза пайызын, 80% алып, ана құйған ақшам шығарып алуым керек. Осындай келісім шарт болса, болмасам, ол жүрейін деп тұрып қой, мен біраз уақытқа дейін. Сол кісімен болды. Келісе алмай жүрдік, енді мен былай болмай ма деген кезімде жоқ деді. И сосын дүйсенбі күні кездесетін болдық, бірақ мен ұмытып кетіп Көкпарға кетіп қалғам. Бір апта жүргем ол Көкпарда. Бір апта жүріп, бірақ оған дейін біраз мәселелерді бердім. Мен андай уже партнершіл жақындап қалғаннан кейін көп ішкі жүйені, тәртіпке қатысты, финансқа қатысты құралдардың бәрін беріп реттестіріп отырмын. Мен өзім андай ретінде көрдім да. Бірге алатын ұшатын ұшағымыз ғой бұл дедім да. Сөйтіп жөндеп жатқан кезде бір аптадан кейін келдім, бір апта жоқып қалдым, Көкпарда жүрдік, сөйттік. Сонда сен мен ол характер көрсетіп тұр. Енді керек емес деген сияқты. Менде де банда уже іштен бірдеңкелер ойнады. Саған керек емес болса, маған тіпті жақсы, маған да керек емес деген не болды. Осы жерде мен негізі конфликтті, может, компромисске келу жолын қарастыру керек. Кейін ойландым оны, 15-20 күннен кейін ойландым да. Бірақ қате екенім түсініп тұрмын, өзімнің жасағаным сол жерде. Бірақ қатеме риза болып тұрмын. То есть андай жоқ та. Өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Қайталасам, мүмкін солай жасап қоятын бетім деген сияқты. Ондай болып тұрады енді. Просто бізде бағанандай, осы кәсіпкер негізі эмоцияның адамы болмау керек деп ойлаймын. 100%. Жоқ, бәрібір енді эмоциясыз адам болмайды, болады, бірақ жаңа сіз айтқандай басқара алатындай деңгейде болу керек та ол. Сол менде миымда бір таракандар бар, мен инвестиция тартудан бір қорқыныш бар. Максимал түрде алмауға тырысам. Не бастасам да, өзім бастауға, или болмасам қарыз ретінде алған бір андай жеңіл көрінеді маған. Инвестор алғаннан. Өйткені өзімді айналсам бұл мәселеде. Яғни ішкі депрессияны, стресс көрген кезде, ана кісілердің жауапкершілігін алуын көрген кезде, өзімді де сол халге түсіргім келмейді, өзімді қинайды. Мына мәселеде қалай ойлайсыз? Басшы бар. Жұмысқа алды бағанағы нәрседе. Маманды жұмысқа алды да. Одан кейін басшы ретінде оның жасау керек болған дұрыс әрекеттері бар. Маманмен қандай әрекеттерді ойлайсың? Қандай әрекеттер жасау керек басшы? Маман уже келді, бәрі бітті, бүгін жұмысқа шығып отыр. Неде бар еді ғой, HR менеджмент анбординг беді, сондай деген сияқты. Яғни ол келгеннен кейін
біріншіден компанияда енді ол болса тіпті жақсы, нелері болса, ол немен айналысу керек. Яғни бір қаңқасышы отдел продажа қалсаң, енді скрипт бересің қолына, примерно мынандай деген сияқты бір оның несі бекітілген, жұмысының бір міндеттері, қызметтері деген сияқты нәрсе беруге болады деген вариант бар. Екіншісі, басшы прям өзі қолы бос болып, енді ол дұрыс емес, бірақ сол компанияны таныстырса болады деген момент бар. Бірақ ең дұрысы жаңағы қолына жүретін қағазды беру, картаны беру, және де қасына ментор байлап беру. Ментор дейміз ба, не дейміз оны? Яғни ол оның қасынан бәлкім 2 апта жүруі мүмкін, бәлкім 1 апта, бәлкім 1 ай, адамның қағып алуына байланысты маманның деген сияқты. Және де ол жүру деген ол күнде деген сөз емес. Бірінші, екінші күні ол компанияны таныстыруы мүмкін, өйтуі мүмкін, арғы түсіндіреді, сосын сұрақтарың болса маған келіп тұр деген сияқты. Сөйтіп, 1 айдан кейін оның үстіндегі бір топ менеджердің алдына барып есеп алса болады деген сияқты. Сондықтан енді бірінші енді мен түсінігімде бәлкім қатеде болмақ, бірақ анбординг деген ереже бар ғой. Келгеннен кейін ол бір қасында ұстазы болу керек, менторы болу керек, страховка ретінде біреу жүріп түсіндіру керек. Екіншісі, оның алдында бір қағаз болған дұрыс. Ол қандай неге жауапты, оның жауапкершілігіне не кіреді, не істейді примерно деген сияқты. Түсінбей жатқан жерін жаңағыларын сұрап отырады, толықтырып отырады деген сияқты. Түсінікті. Сіздің ойыңызша? Дұрыс вариант осы ғой. Мына подкастта сіз просто мен тексеру үшін шақырған сияқтысыз. Сіз дұрыс екенсіз деп жындай, өттің деп. Екеуміздің андай ұстаздарымыз бір ортақ болғаннан кейін примерно плюс-минус енді ойымыз бір жерден шығады. Қолданатын әдіс бар. Мен мамандармен жақын қарым-қатынас құрмаймын. Ол да жақсы. То есть мен оларға жұмысқа келгенде амандаспаймын. И олардың да менімен амандасуын талап етпеймін алғашқы кезеңде. Бізде бір кісі болған, Сара біледі. Жұмысқа кіргеннен шыққанға дейін 1 рет амандаспаған ана кісімен. И сонда айтты, бір сәлемді ала алмай кеттік осы кісінің. Ол неден? Мен енді өзім қолданатын әдіс, ол тактика солай, формат. Бірақ ол деген андай құрметтемеу деген емес, осы нәрсені адамды өзін түсіну керек. Маманы құрметтейсің, сыйлайсың. Маған андай көрінеді, жаңа жұмысқа келу өзі стресс сияқты. Жаңа орын, бәрі жаңа өзі. Яғни қиналып отқан кезде келін сияқты ма? Жақсы. Өзі ана қиналып отқан адам, бір жұмысқа, оның қасына сен барып аласың да. Қасыңда тұруны өзі оған андай беру мүмкін, бір стресс беру мүмкін. Ол адам сол себепті максималында бір үйренісіп, не болғанша жоламай жүремін ол кісілерге. Үйреніскеннен кейін кейін бастайсың айқайда. Алдында да Исатай не татар бет кіріп неткен кісілер еріктілер ма деп жаңадан келген білмеймін ғой кім келіп жатыр. Жоқ, аға ол бізге жаңадан келген андай ғой деп ша. Сіздің алдында бір ретте мен де андай ғой, келгеннен кейін жаңадан кейбіреу келсе де жаңа сіз айтқандай бір мен осындаймын деп таныстырып, одан сайын бір стресс туғызғым келмейді. Сөйтіп бір ретте бір қыздар келіп не тұрып жатыр, бананшы жұмысташы. Сөйтіп мен ана демалыс бөлмесіне өтіп баратып көрдім да, қарындасым маған кішкене банан бересіз десем, жоқ мырза сізге болмайды дейді да ше. Жақсы деп кетіп алса, артынан Диас жүгіріп аға ол сіз танымай қалды просто. Ол сіз ерікті деп ойлап отыр дейді. Нормально ойлай берсін да. Сондай жастар болса, басында солай дұрыс қой бірден. Одан кейін мына мәселеде ше. Қараңыз, формат басқаша. Кәсіпкер емес. Маман жаңадан келмеді, мамандар бар, басшы жаңадан келді. Ол не істеу керек? Түсіндім. Бұл жерде енді меніңше жаңа басшы қалай оған стресс тудырмағандай, анауда енді мен неге барған кезде де, яғни жету деген компаниямыз болды, балаларға барған кезде бір 2 айдай ма жай жүрдім ол жерде, ондай 2-3 ай. Бірақ андай құр таныстырды, бірақ андай нетесінен бірден сенің абыройың да жоқ ол жерде деген сияқты, немесе қазір бірден келіспей қалуы мүмкін, сені кейбіреу мойындамауы мүмкін, сен кімсің деген сияқты. Сондықтан мен алғашқы 2-3 айын мен тек не болған андай кейбір адамдардан 1-2 айдан сұрап қоямын, андай бақылау дейміз ба, не дейміз, кім қалай жұмыс жасап отыр, кім неге жауапты екен, кішкене сіңісіп алғанша деген сияқты ғой. Содан кейін басталды ғой десең ба, жаңа сіз айтқандай. Бірақ мен солай жасаймын енді. Жаңадан келсе ол бірінші сол бақылап алған дұрыс деп ойлаймын. Мен енді өзім бір жобаға басшы барып көрмедім. Енді инвестор ретінде барғам шығар, бірақ жұмысшыларды өзім алғам. Мекемеге бармағам. Бірақ барған кісілермен тәжірибе жасап көргенмін.
Біріншісі жиналыс жасау барлығына. И одан кейін бір аптадан кейін компанияға аса бір пайдасы тимейтін бір немесе 3 адам жұмыстан шығару жиналыс кезінде. Сөйтіп жасаған дұрыс деп жатсыз, сөйтіп жасады деп жатсыз? Жасады. Мен айтып тұрдым осылай жасады. Сен жасады. Бұл бағанағы компания мен мамандардың анау сен кімсің деген сұрағы бар ғой. Соны шешу, ол мысалы ол өзін дәлелдеу керек болады да, басшы ретінде. Келеді анау өзін қалай дәлелдейді, ол лидерлікпен дәлелдейді ол жерде. Кейде лидерлік қажет болмауы мүмкін да. Сондай кезде ол барды, бір жұмысқа барды. Бір апта жүрді, сол жерде бәрін таныды, білді, ситуацияны кім қандай пайда алып келіп жатыр компанияға, кімнің қандай маңыздылығы бар. Сен біліп, сол жерде 3 адамды ол жұмыстан шығарып жіберген жиналыстан. Мен жаңа барған кезде бір аптаның ішінде бір қыз шығарып жүргем. Ол жақтан да ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқ, бірақ просто анализдерін көрсін, бұл қанша тұтынушы қабылдап отыр деген сияқты. Сөйтсем, жаңа продажаның 99%-ын бір қыз сатады екен да. Сонда фикс төлемейді екен ғой күніне сонда. Әзірше керек емес. Бұл мамандарға андай осознанность береді. Ол басшы деген нәрсе. Одан кейін ары қаратай компанияны енді кім қалай басқарады, ол өзіне байланысты. Бандай антократиялық форматпен ба, кландық форматпен ба, немесе бәсекелестік форматпен ба. И бұл жерде де мынандай мен байқаймын, осы нәрсені айтамын, мысалға, компания сен қалай басқарып жатсың, отбасылық форматта ма? Иә, отбасылық форматта. Бәріні ма? Бәрін келмейді. Мысалы сен отдел продажбен біз бір отбасымыз деп айтамайсың. Иә. Отдел продаж андай. Либо сен істейсің, либо істемей, ол соғыс секілді ғой. Олармен келмейді. Ең келіп кететін де отдел продаж онда келді, 3 күннен кейін біреу шығып кетті, потом тағы біреу келді, біреу студент күннің жартысында келді деген сияқты. Олардың өзі де көп жағдайдан да мен бұл жұмыста өсем деген мақсатпен келмейді да. Сол себепті бұл жерде андай әрбір бөліммен, отделмен әртүрлі қарым-қатынас жасау керек деп ойлаймын да. 100%. Бағанағы мәселе болмайды. Бір жерде жұмыс жасадым деген соң, бір қарасаң отбасымыз, бір қарасаң... Иә, олса. Санаңыз қоса, мида өзің түсінбейсің, андай қай режимді қосады екен деп жүрді. Бір бізде болған, бір кісілермен ұрысқан ғой. Сөйтсем айтады екен да, осы үйден без настроения келсе бізді ұрысады дейді екен да. Мен өзім қатесін ұрсам, оны түсінбейді екен да адам. Менің қатем қатесін айтпай ұрсатын болғам ол кісі. Қатесін айтпай ұрсатын болғам. Жазаның ең күшті форматы не деп ойлайсыз? Сөйлесу ғой. Андай моральдық жаза ғой негізі. Деп Александр Фридман айтады. Ол кісі айтады енді, Александр Фридман өзінің еңбегінде егер сен қызметкерге штраф салсаң, сен парақорсың деп айтады да. Типа жұмысқа кешіп келді, сен типа Сара ханым, сәке 5 минут деген ұстап жатсың ғой, тыныш отыра берші деп шандай. Главное алдың ақшаң деген сияқты. Ол кісі айтады, моральды жазалау дейді, яғни отырып сөйлесесің, в то же время шекарасына кірмей, яғни компетенцияларды сақтайтындай бір жеке границасында өтіп кетпейтіндей, бірақ шыққан кезде лучше айлығымды бермей қоя салғаны жақсы еді ау деп шықса, ол жазаның жақсысы дейді. Енді бұл жерде де миксовать ету керек, өйткені кейбіреуге ақша қаттырақ әсер етеді, чем сөз. Штраф деген сияқты біреуге бонус әсер етеді, біреуге жаңағы сөйлесу деген сияқты да. Бірақ жазаның енді үлкені сол сөйлесу шығар. Сөйлесу немесе кейбір адамдар тоже болады, не андай бір игнорировать ету деген сияқты да. Енді мысалы маған ол ауыр. Өйткені серьезно, мысалы енді андай кім бар ғой, Сухомлинский береді ғой, жақсы көрудің антонимі жек көру емес, өйткені жек көру ол тоже кері байланыс дейді, хоть жаман болса да. Жақсы көрудің антонимі ол немқұрайлылық дейді, андай ноль. И ол мысалы жаңа бізде дінде бар ғой, сен Құдайдың бір рахымнан либо вниманиясынан шығып қалу деген ол сұмдық қой. Сынақ келіп жатса да хоть әйтеуір нетесің ғой, Алла мені бір тәубеме түсіріп жатыр деп ше. Кейбір адамдарға жаза арпалысып өзіңді өзің алдап жүресің. Иә, өзіңді өзің жеп нетіп нейтральный болу да жаза болады иногда. Білмеймін, то что таза айтып жатыр, құндылықтар бар ғой, 4 құндылық. Біреуі миссия, біреуі көңіл көтеру, біреуі ақша деген сияқты, біреуі қарым-қатынас, сондықтан жазалау тоже индивидуально шығар. Бірақ мен үшін сол енді 0 болып қалуым ауыр жазалардың бірі. Екіншісі сөйлесу шығар. Мен ұрып еркекше отырып сөйлесе, либо там білмеймін, басым салбырап, лучше штраф салып тыныш жүре бергенім жақсы шығады. Осы жақында ғана болды. Мен группада, өзіміздің группаластардың группасында ерегесіп қалдым, 1-2 баланы ренжітіп алдым. Сөйтіп мен үшін бүткіліміз қосылатын не болмай қалды. Бұзылып кетті де, тауға бармай қалдық.
ертеңінде мен үйде жатып осознание нетіп жазып жүрдім, кешірім сұрап, мен қателіккенімді білдіріп кешірім сұрау оңай шығар, бірақ мен түсіндім бірдеңке деп. Қазір үшінші күн ба не жоқ, ешкім ответ жазбайды. И андай как будто бәрібір келісіп алған сияқты, одан сайын нетіп жатыр да олар. Я нормально тима деген жауап күткен, ештеңе етпейді, ондай болып тұрады, түсінгенің дұрыс болды, сен нәпсіңді қолыңа нетіп бізге жазып жатсың, ол ерлік деген жауап күткен ғой. Сөйтіп 3 күндей болды, жауап жоқ. Әлі кейін қазір нетіп жатыр да. Бүгін өзінде қайта сол группаны ашамын, ответ жоқ, группаны ашамын, ответ жоқ. Столаған тәубе етпегенсіз ғой. Сіз андай галочка ішінде болуы мүмкін да. Соны айтайын деген сол. Мен үшін кей кезде жаза. Бұған қатысты тәубенің шарттарының бірі, бір адамнан кешірім сұрап барған кезіңізде ол адамның айтатын сөзі сізге әсер етпеу керек қой. Сондай дәрежеге жеткенде ғана кешірім сұраған дұрыс та. Сұрамай-ақ қой, онда жіберіп алсаң. Болмасам керек. Мен білесіз ғой, бір кісінің кешірім сұраған кезінде оның беретін жауабы маған аса маңызды болды да, бірақ ол үшін 1,5 жыл кетті маған. Именно сол халге жетуге 1,5 жыл кетті. Мен қолданатын жазалардың ішінде ең жақсы пайда бергені, ең қатты әсер еткен нәрсе, өзіңіз білесіз, жиналыстан бір кісіні шығарып жіберудің ғой. Аха. Сол қатты әсер етті. Онлайн кезде ма или офлайн кезде? Офлайнда да, онлайнда да. Иә. Бізде мынандай бір оқиға болады. Командамен жиналыс жасап жатырмыз, бір 12 адам бар. И бір адам жиналысқа дұрыс дайындалмай келеді ғой. Дайындық былай нөл да, андай айтсаң депутаттардың әңгімесін айтады да, істейміз, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыздар деген әңгіме айтып отыр да маған. Енді аллаға шүкір, кәсіпте қанша уақыттан бері жүргеннен кейін ол әңгімеге сенбейсің ғой, түсініп тұрмын да оны. Мен нені түсініп тұрмын, ол дайындалмағанын түсініп тұрмын өз жерден. Мойындағысы келмей жатыр да. Ал мен алдауға тырысамын. Мен ашуым шыққанда екі нәрсе болды ол жерде. Біріншісі дайындалмаған жауапкершілігі, екіншісі мен алдауға тырысып жатқандығы. Просто мойында істесем, мен сол кезде қоя салатын едім. Ескертем, бір ашуым келеді, мойындаймын, реакция шығады, бірақ есесін айттым да, сол кезде сен бұл жиналысқа отыруға лайық емессің дедім да. Шық жиналысын деп жиналыстан шығарып жіберген. Соған қанша уақыт өтті? Нормально келе жатыр ғой. Кеше бір рет болайын деді, бірақ өзімді ұстадым. Мамандар жаңадан келгеннен кейін бұрынғы маманның абыройын түсірмей қойсын. Енді жаңадан келіп тұрған адам, ол бірінші рет жиналысқа қатысып отыр, и ана жерде мен біреудің абыройын түсіріп отырмын да. И ол сәл уақыт өтсін, сосын түсіріп абыройын десеңші. Кішкене үйренісіп olsun дедім да бір-біріне. То есть сондай моменттер болады. Андай басшы ретінде бір оқи алатын нәрселер болу керек деп ойлаймын да. Ұрысатын кезең, андай бір не алатын кезең. Негізі менің кейде қалжыңдағаным оған да. Ұрысуға сөзім қалмағандықтан болады да. Сондай бір нелерді жасау керек. Яғни басшы бағана мәселеге келсе, мен мүлдем жаза беркітетін кезде біріншісі шарт, менде шарт ең біріншісі, ол жазада мен пайда алмауым керек. Компанияда пайда алмау керек. Ол адамның жазасынан, бізде бар ғой. Әдемі. Осындай шарт қойып қойған. Неге? Өйткені мен пайда алмаған кезде ол мені сөге алмайды. Сен әдейі істеп жатсың, что үнемдеу үшін деген сияқты. Айдың соңы ғой, айдың соңында бұлар сөйтеді. Или болмаса маған ешқандай пайда келмеу керек, бұл бірінші шарт. Екіншісі, біздің жол полициясы сияқты ма, соңында план жабу үшін пытырлататын. Жазаның өзін түсіндірсе ғой, примерно қай жаққа нетіп жатқанын. Сол ол маған қатысты ештеңе айта алмау керек. Екіншісі, өзіне де пайда келмеу керек. Өзіне пайда келмеу керек деген қалай ол? Бір жаза, мысалға жұмысқа кешігіп келді, сен бүгін 100 бет кітап оқисың деген жаза болмайды. Или штрафовать етіп, бірақ бұл ақшаң сенің шетеліңе бонусыңа жиналып жатыр деген сияқты. Или садақа болады деген секілді да. Онда қайда кетеді ол? Қайда кетеді? Мысалы қараңыз, мен сіздің қызметкеріңізбін, мен бір косяк жібердім. Сіз маған жаза бердіңіз, қандай жаза бересіз примерно? Маған да сізге де пайдалы болмайтындай, компанияға да пайдалы болмайтындай. Мысалға бізде тазалықта кісілер бар да, біз оларға айлық төлейміз. Сіз оның орнына офисқа тазалық жасасаңыз да, ол маған келіп кетер, ешқандай пайдасы жоқ. Мен бәрін айлыққа шығындаламын, тазалыққа. Бір көрінісі. Екінші көрінісі, бұл түрлі бір іс-шараларға қатыстыру. Өзіне ұнамайтын. Жұмысқа кіріп отқан кезде мен сұрап аламын ғой, саған не ұнамайды деп. Сол нәрселерге ана кісінің күштеп апаруға.
Сұраудағы мақсат сол ғой, мен жұмысқа кіретін кезде адамдарға сұрақ қоямын. Не ұнамайды деген кезде ұнамайтын нәрсесін істемеймін деген мағынасы, істеймін деген мағынада сұрайсыз ба? Алдағы уақытта десуге. Не ұнайды, не ұнамайды деп сұраймын, сол кезде қай жағынан деп айтады. Мен жалпы қалай түсініп тұрсың сұрақты, солай жауап бер маған. Бұл маған алдағы уақытта сенімен қарым-қатынас құруыма керек болатын бір карта ретінде. Осылай істеймін. Жазаны мен солай түсінемін. Жаза деген ол басшы да пайда көрмеу керек, маман да пайда көрмеу керек одан. И ол ана жазаны өтеп жатқан кезде түсінеді ол. Сөгейін десе мені сөге алмайды, өйткені мен одан пайда алып жатқан жоқпын. Жарайды дейін десе тағы болмайды, өйткені одан өзі де пайда алып жатқан жоқ та. Мысалы, бір пара Құранды оқуды береді. Қатыгез екенсіз десе. Менің түсінігімде жаза деген солай. Одан кейін енді біз не үшін жазалаймыз? Бір ләззаттан үшін жазаламаймыз ғой. Ол қателік алдағы уақытта қайталанбау үшін осы нәрсені ұмытпау керек қой. Біздегілер андай ғой, рахаттанады ғой, анан жазаланады. Мен де кейде рахаттанамын, но бірақ шарт қайталанбау керек та. Сол себептен. Жиналыс форматына не дейсіз? Басшы ретінде жаңадан бастап жатқан. Мен әдейі барлық жерден қысқа алып кететін. Біз бұл туралы әлі көптеген сұхбаттарымыз болады. Мысалы, арнайы тек қана маман алуға қатысты подкаст болады. Арнайы просто жаңадан кәсіпкер болғысы келіп жүрген кісілер болуы мүмкін да. Солар үшін мен әдейі бәрінен андай аз-аздан алып кетіп баратқаным. Жиналыс бұл подкаст болсын деп. Жиналыс мәселесі қайтадан компанияның деңгейіне байланысты шығар. Кейбір компаниялар бар, айына бір. Онда былай істейік. Енді бастаған кәсіпке кірген 3-4 жыл болған кісілерге әңгіме айтайық. Онда жиналыс 3-4 жыл болған қайтадан кәсіп қай деңгейде деген сұрақ қойды, қиындата бересің ба? Енді мен жалпы дұрыс емес деп айта алмаймын, бірақ жиналыс бір автордың есімнен шығып қалшы, қай кітапта екенін білмеймін, бірақ ол айтады жаңағы апталық, айлық и жылдық болған дұрыс деп ше. Бірақ жылдықта апталықта жылдықты талқылай бермейсің, жылдықта керісінше апталықты талқыламайсың деген сияқты. Яғни анау бекітілді, ары қарай уже қадамдарымен ғана жұмыс жасап отырсың. OKR сияқты ғой. Кейбір кісілер бар, енді 5 минутқа деген қойып қойғанда дұрыс дейді. Біз алдында бір компанияны жүйеге қойған кезде сол 5 минутқа не енгіздік. Ол жақта 5 минутканда құрбитып жаттығу жасау емес, андай қылып қойдық. Мысалы жаңағы қандай проблема бар компанияда и решениясы, өйткені ана ішіндегі кейбірін көре алмайсың реально ше. И решениясын жақсы тапқан адам болады, там сыйақы деген сияқты да. 5 минутқа сол үшін жасалады андай бір. Кімде қандай не бар деп бір ұсыныс ретінде ғана ше. Андай бір не емес, тұрып алып 5 минут бойы уағыз айту емес, сендер мықтысыңдар, бүйту керексіңдер деген емес та. Сондықтан білмеймін енді формат аптасына бір қайтадан сосын жиналыстарды енді жылдық жиналыс бір ұзақ отса болатын шығар, бірақ біздің қателігіміз андай бір қаншалықты ұзақ отқан сайын күштірек болады деп алады да мыжи беретіндер бар да. Апталықтың өзі отырады да 4 сағат отырасың деген сияқты да. Айлықта 8 сағат отырасың, бізде болған ситуациялар, жылдықта примерно 18-16 сағат отырасың деген сияқты да моменттер болған. Ол жерде уже бір сағаттан кейін мида отключка ғой, еще қызығы ол жақта 90% басшы сөйлейді деген сияқты да. Ол ана компания сөйлеп салады, компанияда адам көп, олар сөйлеп бір отчетын беріп үлгере алмай жатыр десе бір не ғой. Сондықтан менің түсінігімде андай мүмкіндік болса бір жылына бір бекітесің, сосын ай-айға бекітесің де, апта сайын бір андай корректировка жасап отыру үшін ғана ше. Қысқа нұсқа кім қай жерде, бәрі дұрыс па, дұрыс емес па? Я оны жаңа Trello форматында да болады, бірақ кейбір адамдар енді оны Trello-ны үйрету қиын. Немесе примерно лақтырып қоя салады да, сөйтіп соңында келген кезде ол дайын емес болып шығады, оказывается, ойбой ұмытып кетіппін деген сияқты моменттер бар да. Сондықтан апталық, апта сайын болып тұрса жақсы енді, қысқа нұсқа бірақ формада ұстап отыру үшін. 5 минутқа мен қанша жерде жұмыс жасаған болсам, ешқайсында жұмыс жасамаған. Мен 5 минутканы жасағанбыз. Мен байқаймын, андай мамандарға стресс беретін ол. Андай уже қағаз қаламын көтергеннен бастап анан жоқ 5 минутқа не істейтін еді? Ана кішкентай қысқа жиналыстар ғой. Жоқ, сол не істейтін именно сол қысқа жиналыс ішінде. Кейбір бар жаттығу жасатады, кейбір бар біреу шығады да бір сөйлейді, бір түрлі форматтар бар ғой. Иә, сондай бірден келе жасайды. Ана жақта біз проблема ғана айтады. Оны мен кіргіздім ба, или кім кіргізді, или қалай келіп қалды ол нәрсе. Бір болған, ол бұрын болған, мен бірақ қолданбаймын.
сол кезде мен баяғы түрлеріне қарасам жаңа пятиметка дегеннен жаңа қастар ойнап бастайтын ғой, нервтің ғой анау. Сосын қой біреудің баласын өлтіре алмайық деп қойдық қой. Пятиметкада бандай құрметті кәсіпкерлер қарау керек. Неге? Маманның оны қабылдауына қарау керек. И пятиметка негізі менің көзқарасымда аса көп нәрсені шешпейді. Сол себепті ол маманмен санасы керек. Жасаймыз ба, жасамаймыз. Жасамаймыз десе ол жасаудың қажеттілігі жоқ ол жерде. Бай бұны жасау керек деген нәрсе. Апталық жиналыс ол жасалынады, ол шарт. Ол апталық жиналыссыз ол болмайды. Өйткені мен өткен жылы бір компанияда солай 40 миллион теңге минусқа кірген. Айдың басында бір жиналыс жасаймыз, одан кейін аяғым сынады, денсаулық болмай қалады, уақыт өтеді. И айдың соңында қараймын. План жоқ, орындалмаған. Неге? Болмайтын өтірік сылтаулар ғой, өтірік сылтаулар. Егер мен оны апта сайын тексеріп отқан кезде мен өзім білетін настройды қалай қою керек екенін ол жерде. Сол себепті андай жұмыстарды бұл жерде бақылап отыру керек. Мен үшін жиналыстың ең күшті форматы ол уақытылы бастау, уақытылы аяқтау. Мысалға сағаты бәлкім 3 сағат шығар, 6 сағат шығар, 8 сағат шығар, маңызды емес, бәлкім 1 сағат шығар. Бастысы 9-да бастап 12-де аяқтаймыз дедік пе, 9-да бастап 12-де аяқтау. Одан кейін жиналысты мен 3 форматқа бөлем. Біріншісі алғашқы 20 минут мамандар өткен аптаға есеп береді. Екінші бөлігінде тағы мамандар алдағы уақытта, алдағы аптаның, алдағы айдың жоспарымен бөліседі. Қалған 20 минут ол талқылау. Осы форматпен жұмыс жасап отырсың. Бірақ бұл жерде бағанандай бір маман бірден сөйлеп кетеді. Қалай бірден сөйлеп кетеді деген? Мысалы, өткен аптаға есеп береді, алдағы аптаға план көрсетеді. Бірге ма екеуі? Иә, сол жерде комментарий беремін. Бірақ бағанандай тез өткізуге тырысамын. Мысалы, мен бәрінен сөйлеп отқан, мен оны да жасап көргенбіз, олай да істеген, мен болады бұл форматта. Барлығы сөйлейді. Бірінші, өткен аптаныкін, кейін барлығы жаңа аптаны сөйлейді, кейін мен барлығына сөйлеп шығамын. И бұл кезде бір-екеуі ілінбей қалады ғой. Момент болса. Еще екеуін салыстыра аласың ғой, примерно қашандай? Иә. Бірден. Сосын маман ассистент қыз, ол жиналысты толағанда жазып шығу керек. Не диктофонға немесе жазбаша түрде тапсырмалар мен нелерді. Өйткені кейде мамандардан байқаймын, біздің емес жалпы да, берген тапсырманың өзін не естімей қалған болады, не дұрыс түсінбей қалған болады да, өзіңді кінәлетіп жібереді. Мына мен бір ағамда мынандай ситуация болған ғой. Дос баласына барған, миллион теңге қарызға бар ма деген. Сосын айтқан, миллион жоқ, 800 бере тұрайын, 800 бар деген ғой. Жарайды деп алған, уақытында барып 800 қайтарып беріп жатса, миллион емес пе деген ғой. Бірақ миллион жайлы әңгіме болған по факту негізі. Түсіндіре алдым, бірақ ол жетпеген 800 мың алғанда. И сол жерде тоже андай бір жазудың, жаңағы бекітудің хикметін түсінген ғой. Адамбыз ол бәрібір ол өзіңе жаңағы Дэниел Кеннеман айтып отыр қалдың подкаст сояқта да оның бір түйген нәрселердің бір адам өзіне керегін ғана бүйтіп ұстап алады, мидың қызметі сол да. Сол үшін де қазір мен балалық шағымда, сіздің балалық шағыңызда сіз бір оқиғаны нетіп жатсаңыз, мамаңыз айтып отыр, ой, ол кезде Асқар бүйткені сөйтіп папаңыз айтады, өйткен жоқ, ол былай болған деп ше. Сіз айтасыз, екеуіңіздікі вообще мен білемін ғой, менің қалай болғанымды ше. Негізі үшеуі де болуы мүмкін да, бірақ үшеуі керегін ғана сақтап алуы мүмкін деген сияқты момент бар. Сондықтан жазу, бекіту деген негізі өте әдемі. Хотя бы диктофон немесе қысқа нұсқа соқтарын бір А4-ға деген сияқты да, каждый маманға деп. Мен таспа жүргіземін. Кәсіпкер ретінде ол бағанандай бір жаман ниетте жасалынбау керек. Жаман ниетте жасалынбау керек деп ойлаймын. Ал жиналыстан кейінгі нәрсе тапсырма беру. Тапсырма қалай беріледі? Сіздің ойыңызша? Сіз менен тест қалған дедің ғой дейсің ба? Тапсырма бұл жерде қайтадан просто барлығына кіріп делегированияға кіріп кетсек қазір бұл жерде де қиын білем, бірақ бізге қараңыз қазір тез өтіп кету керек. Тапсырма беріледі да, енді бұл жерде делегированияның шарты бар, яғни тапсырма беріледі не нәтижеге
кейбіреулерге беріледі процесске деген сияқты момент бар ғой. Я процесске берілгендердікі жаңағыдай бір уақытылы келу шарт болуы мүмкін, нәтижеге берілгендікі оған бәрібір оған тек нәтиже болса болды деген сияқты моменттер бар. Тапсырма, мен қазір неге контрольға кетіп жатырмын ше. Тапсырма беріледі, қайтадан андай шығар, детально бекітіліп, ол түсінді ме, яғни андай бір формат бар ғой, нұсқаулық ретінде беріледі. Сол нұсқаулықпен просто жүріп шығады, ол бір уровені, біреу бар просто нәтижені ғана айта саласың, маған аптан соң осындай алып келу керексің деген тапсырма беріледі. Ол уже маманның жоғары уровень ранкі, ол қалай екен дальше өзің түсініп алады. Кейбіреуіне тапсырманы бересің де дальше қалай жасау керектігін қасына түсіндіріп бересің деген сияқты бір не ғой. Сондықтан тапсырма берілу дегенде мен қайтадан бүйтіп ислам діні жайлы не ойлайсыз деген сияқты бір сұрақ болуы мүмкін, бірақ ішіне кірсең андай болып кетеді ғой. Сондықтан қайтадан тапсырма берілуі мен ненің қызметкердің несіне байланысты шығар, бір деңгейлеріне. Кейбіреуге нұсқаулықпен бірге беру керек болады, кейбіреуге просто нәтижесін айтасың, маған ол қол астыңызда 10 жыл жүрген адам, ол сіз жарты сөзден түсінеді. Ол қалай жасау керек, ол сізден жақсырақ жасап бере алады деген. Оған нәтижені айта саласың. Біреуге бересің, қасына біреуді қосып бересің, сен ананы бағалап отыр, обязательно. Өйткені лағып кетеді ол деген сияқты. Екеуміз бірге ұстамасақ болған үшін болмайды деген сияқты. Біреуге процессті бересіз деген сияқты ғой. Әдемі. Менің көзқарасымда тапсырма бағанағындай әрекетпен жауапкершілік менде, әрекеттерін мен қадағалаймын. То есть әрекеттерін, картаны мен сызамын, жауапкершілік менде, маман тек қана орындаушы ғана. Екіншісі картаны өзі сызады, қалауымды орындап берсе болады. Жаңағыдай солай. Процесс. Бірақ бұл жерде мен тараптан берілу керек болған нәрсе бұл ресурс. Ресурс осы нәрсені беру керек. Одан кейін екіншісі бар, үшінші формат бар. Тапсырмада бағана сіз айтқанға келеді тоже, бірақ ақылдасу. Бірге жұмыс жасап отыру. Бірақ кез келген тапсырмада менде мынандай бір не бар, әдіс бар, қолданатын. Біріншісі тапсырма туралы ақпараттандыру керек. Мен бұл нәрсені сен жасасаң компанияға қандай әсері бар. Екіншісі ақылдасу керек, қалай жасаймыз деген. Үшіншісі жауапкершілік беру керек. Егер осылай жасайтын болса, маман өседі. Сосын тапсырма берілетін кезде маманның жағдайы уровень 6, тапсырманың 8 болу керек деп ойлаймын. Сәл қиындау 10-15%-ға ма? Ол ереже ғой, әйтпесе өспейді ғой. Поток, Чиксен Михайдың да ережесі сол ғой. Сәл қиындатпасаң. Біріншіден өспейді, екіншіден ішіп сырарлық болмайды. Жұмыстан кімдер шығады? Ішіп сырған адамдармен қатты стресс алған адамдар ғой. Мына мәселеде қалай ойлайсыз? Мысалы, екі маман бар, бір-бірімен келісе алмайды. Не істейміз? Екеуін де жұмыстан шығара алмайсың да. Төбелестіріп қойып, қарайсың ғой дейсің. Кайф қой десең, олар да ләззаттанып отыр, бір-бірін шашын жұлып, саған да қызық төбелесіп көріп отырсың десең. Екі маман басшы ретінде не істеу керек? Екеуін де жұмыстан шығармайсың. Шығармай ұстап тұру керексің да. Может, шығаруға да болады, ол шығаруда мәселе жоқ. Просто бір қызық ретінде да. Мысалы, кейбір болуы мүмкін, біреу әйел болуы мүмкін. Жұмысшылардың біреу әйелі, екіншісі өзі әпкесі ма, сестренкесі ма бар, олар жұмыста бір-бірімен келісе алмайды да. Енді екеуін де шығара алмайсың. Жұмыста бір-бірімен келісе алмайды деген қалай? Екі маманыңыз бар, бір-бірімен келісе алмай жатыр. Екеуі бір нәрсені істеп жүріп па? Бір командада, Енді оны жұмыстан шығармай, екеуінің ортасында конфликті қалай шешуге болады? Енді қайтадан не үшін келісе алмайды деп жатқан сұрақ, яғни екеуі екі түрлі идея айтып, мынау күшті десе, мен екеуіне де тестқа уақытқа беруші едім. Яғни екеуінде жауапкершілік болғанда, давайте көреміз деп. Жоқ, қарым-қатынаста. Қарым-қатынаста ма? Қарым-қатынаста. Ана біреуіне екіншісін сөйлеген ұнамайды, чай ішкен ұнамайды. Ол проблема өзінде, екеуінде психологқа жіберем десең. Проработкаға жіберші едім десең ба? Ол жерден де білмеймін. Киіну ұнамайды. Ол вообще андай қатысы жоқ нәрсе ғой, ол мысалы жаңа жол деген нәрсе. Жоқ, оның ішінде бар ғой бағанандай. Тапсырма берсе кеш орындайды деген сияқты. Просто ана ерегескен үшін ғана ма? Екеуі көрсе бір-біріне сөйтіп басталады ғой енді. Проблема басталып кетті. Басы бағана киімнен шыққан ол.
да сөйлеуден шыққан уже соңында олар бір біріне қырсығып мынау қырсығып оған қиын тапсырма береді мынау оған қырсығып әдейі жасамай қояды деген сияқты мәселелер уже басталады ғой. Бұл жерде енді мен осындай бір ситуацияға неткен кезде отырып просто сөйлескенбіз, яғни үшеуміз отырып типа ал давай деп ше, конфликтология мәселесі ғой, ал кеттік ал деп ше, шығарыңдар деп ше. И соңында барып яғни бір ортақ бірдеңке келетіндей қылып шешкенбіз. Шешілмесе ше? Шешіледі ғой по идее. Енді шешілмесе енді дальше білмеймін. Қазір енді айта беруі мүмкін, бірақ екеуін біреуін шығарасың ау десем ба, білмеймін мен. Жоқ, просто мынандай ситуация болғанда енді мысалы мына жақта келін мен енені алайық, мына жақта ортада бала тұр. Жоқ, серьезно сондай бір ситуация болған. И қоймайды да. И соңында келіп бүйтіп отырдық та мен мысалы сұрақ не істейік ал енді. Қаласаңыз ажырасайын. Айтады, ой, мен ажырассаң сен ертең бұдан хужесін келесің примерно. Хорошо, саған сұрақ не істейін типа, барып қарттар үйін өткізейін ба? Ана айтады, жоқ, енді не істейік енді бірдеңке істейікші деген сияқты. Яғни менде андай Ресторичев деген талант болған соң жаңа галапташы проблема всегда решениесі қызығырақ маған. Не істейміз ал? Типа, давай істейік, ана айтады былай-былай. И ортақ бір заңнама ретінде шығатындай ше. Онда сен мына категорияда мынаған араласпайсың, мынаған араласпайсың деген сияқты моментті. Білмейді екенмін, қиын ситуация екен. Бірақ отырып сөйтіп жаңа конфликті до конца шештіруші едім деп ойлаймын. Екі жақты ортақ бір шешімге келетіндей. А екінші категория прям болмаса онда білмеймін ғой, екеуін жолы түспейтіндей қылып жасайын ба деген сияқты. Иә, мысалы айтып жатырмын, бүткіл варианттарды көріп отырмын. Соңында енді ана шығару, біреуін шығару деген ол соңғы вариант. Екеуі де пайдалы болып тұрса, шығармауға тырысасың ғой. Бірақ уақыт өте келе қайтадан андай адам өзі үйренеді негізі ше. Иә. Бұл жерде менің көзқарасымда мен істейтін әдіс просто екеуін де тыңдау. Жаңа отырып не істейін ал деп айтыңдар деп неткен сол ғой? Жоқ, мен просто тыңдаймын. Аха. Болды. Ары қарата жіберемін. Ең жақсы әдіс. Ол негізі проблеманы өзі шеше алады ғой. Шешімді өздеріне қалдыру. Мындай бізде бағанандай мәселе да. Басшы, ол жерде мәселені шешіп беру қажет, басшы ретінде да. Маған идеальный руководитель кітаптың несі ұнайды да. Суть ұнайды да. Суть мынау ғой. Басшының саусаққа ұқсататында ғой, ол жердегі басшы деген ол мынау саусақ. Неге өйткені бұл барлығына тие алады дейді, барлығымен отношение жасай алады дейді. Бұл кезде алғашқы этап ол бұл тыңдау. Бастапқы кезіңде тыңдап жүру. Ал одан кейін барып әрекет жасау, но бұның өзіне негізі тыңдаумен көп жағдайда мәселе шешіліп кетеді. Мысалы, ол тыңдау деген емес. Мықты сен осындай адаммен жұмыс жасап жатыр екенсің, шыдап жатқаныңа рахмет саған деген сияқты да. Анау да келеді, анау қатыгез, неше түрлі нәрсе айтады ғой, тиісе береді маған деп. Оңай емес, түсінемін. Бірақ придется жұмыс жасау керек деген сияқты ғой. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица деп па? Жоқ, оның мықтылығын сол жерде, оның шыдамдылығын айтып жіберу да. Иә. Бұл уақыт өте, просто ол түсіну керек та, мәселе ол өзі шешу керек. Мәселен, мен шешіп бере алмай. Менің шешім не оны жұмысқа қалдыру, не ананы жұмысқа қалдыру да. Мәселе екі адамның отношениесінде болып жатқаннан кейін, ол жерге екеуі бандай бір мен екеуін отырып шешіп ал десем, біреу через не хочу келіп отыру мүмкін да. Екеуі бандай жүр шешіп алайық деп сыртқа шықса, төбелесу емес. Жалпы да, бұл кезіңде нормально болады деп ойлаймын. Осы бүгінгі подкастты осы немен соңғы тақырыппен аяқтайық. Кімдерді жұмыстан шығару керек, кімдерді жұмысты алып қалу керек? Шығару керек. Бағана сіз айтқандай ұрыстыра беретін, нәтиже бермейтін, ИБД дейді қандай. Енді біз басында тоже компанияға хауыстан өтеді дейді ғой, бірақ жаңа 1С сияқты бір нелерді қоясың, процент кәдімгі компанияда 80% адам шайып жүрген көресің ғой, үшінші просто андай бір массовкада. Бірақ сыртына қарасаң базар жақтан да бірдеңке істеп жүреді. Жинасы қыштаңмай айтады. Қандырып жүреді, жаңа айтқан депутаттар сияқты өйтіп көп не береді, бірақ нәтижеге по факту келген кезде не да жоқ та. Сондықтан енді мен түсінігімде енді компания болғаннан жаңа үлкен бір мақсатқа баратқаннан кейін ол жақта бәрібір компанияға қарайсың ғой енді. Ол жақта бір сен қайырымдылық несі емессің ғой, бүткілін алып жүре тұрсың дегендей. Сондықтан нәтиже бермейтін және де өтірік бір
ибд имитация бурной деятельности жасап жүргендер деген сияқтылар шығарып жүретін, или жаңа компанияға кіріп алып фитнес алатындар да бар. Пәйбет жүрген команданы келеді да, біреу келеді да, кәдімгі ана бір құмалақ бір қарынмай шіртеді ғой, бітшін шығарып жүретіндер ғой, сондайлар шығарамын деген сияқты бірге байланысты. Түсінікті. Әдемі. Бұл жұмыстан шығаратын адамдар келесі подкастта айтайық. Сөйтейік. Осымен подкастымыз тамам. Жақсылықта кездесейік.